Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы дыбысты жазу. Бүгінгі сабақтан компьютерде дыбыс жазатын программалармен танысатын боласыңдар. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын мына сұрақтарға жауап берейік. Саған қандай әндерді тыңдаған ұнайды? Дыбыс тыңдайтын құрылғыларды даму кезеңіне қарай сипатта. Ең бірінші бізде пианино. Одан кейінгі дөңгелек пластик дискімен жұмыс істейтін аппарат. Одан кейінгі дөңгелек кассетамен жұмыс істейтін аппарат. Одан кейін төрт бұрышты дискімен жұмыс істейтін магнитофон аппараты. Соңғы және цифрлық құрылғы плеер. Дыбыс жазбасын қандай құрылғылардың көмегімен тыңдап сақтайсың? Балалар, ары қарай сабағын жалғастырамыз. Компьютерде дыбыстарды тыңдауға, жазуға және сақтауға болады. Дыбысты тыңдауға, сақтауға арналған программалардың бірі WavePad. Ең алдымен мына берілген сілтемеге кіріп, өз компьютерімізге жүктеп алуымыз керек. Дәл осылай жүктеп аламыз. Одан кейін компьютерімізге орнатып аламыз. Мінекей балалар, дыбысты тыңдауға, сақтауға арналған программа бізде орнатылды. Компьютерге дыбыстық жазбаны микрофон арқылы енгіземіз, ал дыбысты динамик, колонка және құлаққап арқылы тыңдаймыз. Сонымен бірге дыбыстың белгілі бір бөлігін жоюға немесе өңдеуге болады. WavePad бағдарламасын компьютерге орнатқаннан кейін оны қалай ашуымыз керек? Ең алдымен іске қосу, одан кейін барлық программа және WavePad бағдарламасын таңдаймыз. Сол кезде бізде дәл осындай интерфейс ашылатын болады. Мына жердегі батырма бұл файлды ашу, ал мына батырма файлды сақтау. Одан кейін мына берілген батырма дыбысты қию. Ал мына батырма дыбысты қою. Одан кейін дыбысты жою батырмасы. Төмендегі мына батырма ойнату. Ал мына берілген төрт бұрышты батырма тоқтату. Ал мына берілген батырмалар алға немесе артқа жүргізу. Одан кейін дыбыс деңгейі. Балалар, WavePad бағдарламасының интерфейсі түсінікті болса, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Компьютерге дыбыс немесе әуен жазу үшін микрофон керек. WavePad'та дыбыс жазу үшін программа терезесіндегі мына қызылмен берілген жазу батырмасын басамыз. Ойнату уақытына қарап, дыбыс жазу жобасының ұзақтығын біле аламыз. Дыбыс бөлігін ерекшелеп, жою, удалить батырмасын басуымызға болады. Мінекей бізде сөйлеген кезде мына жерден барлығы көрсетіліп тұр, яғни жазылып жатқанын білуге болады. Дәл осылай өздеріңде балалар практикалық жұмыс жасап көріңдер. Енді оқушылар мына астыңғы жағында үш бұрышты батырманы басып, біз өзіміздің жазған дыбысымызды естуімізге болады. Кәнекей, онда барлығымыз бірге естіп көрейік. Ойнату уақытына қарап, дыбыс жазу жобасының ұзақтығын біле аламыз. Дыбыс бөлігін ерекшелеп, мінекей оқушылар, бізде
барлығы жұмыс жасап тұр. Балалар оқулықта 70-ші бетті ашып, практикалық тапсырманы өздерің орындап көріңдер. Компьютерде WebPad программасын іске қосып, келесі командаларды ретімен орында. Жазу батырмасын бас. Микрофонмен мен 2-ші сыныпта оқимын. Цифрлық сауаттылық пәні маған ұнайды деген сөйлемді оқы. Тоқтату батырмасын басып, дыбыс жазуды тоқтат. Дыбыстық жазбаны файлға дыбыс WAV атауымен сақта. Ол үшін файл сохранить как, яғни қалай сақтаймыз, командаларын орында. Келесі тапсырма суретпен жұмыс. Көпшілік ортада заманауи цифрлық құрылғылармен ән тыңдаудың ережесін құрастырыңдар. Келесі тапсырма жұмыс дәптеріндегі тапсырмаларды орындауымыз керек. Яғни қалып қойған сөйлемдерді толықтырып жазуымыз керек. Одан кейінгі тапсырма бір түсті әріптерді пайдаланып, сөздерді тауып, мына жерге барлығын тізіп жаз. Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.